пайдалану. Сабақтың мақсаты бақылау өлшеу аспаптары, олардың классификациясы және аспаптарды пайдалану туралы, өлшеу шаманың мәні туралы түсінік қалыптастыру, өлшеу аспаптарын пайдалануды үйрету және қосымша мағлұматтармен, анықтамалармен, әдебиеттермен қолдануды үйрету. Мұнай өндіруде келесі параметрлерді біз өлшеп бақылау үшін келесі шамаларды қолданамыз. Қысым, сұйықтықтың мөлшері немесе деңгейі, температура, сұйықтықтың тығыздығы, мұнайдың құрамындағы тұздардың мөлшері, әртүрлі механикалық қоспалары және мұнайдың құрамындағы су мөлшері. Нәтижелерді алудың жалпы тәсілдері бойынша барлық өлшемдер тікелей және жанама ретінде жіктеледі. Тікелей өлшеу кезінде шаманың іздестірілетін мәні тікелей алынады. Мысалы, ауа температурасын термометрмен өлшеп көре аламыз, ал қысымды манометрмен өлшеп бақылай аламыз. Жанама өлшеу кезінде физикалық шаманың мәні іздестірумен функционалдық байланысты басқа физикалық шамаларды тікелей өлшеу нәтижелерінің негізінде анықталады. Мысалы, дененің тығыздығын анықтау үшін біз оның салмағы мен геометриялық өлшемдерін білу керекпіз. Енді өлшеудің маңызды сипаттамалары ретінде біз оның қателігін, дәлдігін бөле аламыз. Өлшеу нәтижесінің қателігі дегеніміз, өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың шынайы мәнінен ауытқуы. Өлшеу нәтижесінің дәлдігі, оның нәтижесінің нөлге жақын қателігін көрсететін өлшеу сапасының сипаттамасы. Егер өлшеу қателігі неғұрлым аз болса, оның дәлдігі соғұрлым көп болады. Қателіктердің түрлері келесідей болып бөлінеді. Жүйелі, аспаптарды дұрыс күйге келтірмеу нәтижесінде немесе өлшеудің дәл емес әдістерін қолдану кезінде пайда болады. Кездейсоқ, бақыланбайтын сыртқы жағдайлардың нәтижесінде пайда болатын қателіктер. Өрескел, аспаптың шкаласы бойынша шаманы анықтау кезінде қателер немесе қате жазу нәтижесінде пайда болатын қателіктерді айтамыз. Енді осы параметрлерді біз өлшеу үшін келесі өлшеу құралдарын қолданамыз. Жалпы өлшеу құрал дегеніміз не? Өлшеу құралы бұл өлшемдерге арналған, нормаланған метрологиялық сипаттамалары бар, физикалық шамалардың бір немесе бірнеше бірлігін жаңғыртатын немесе сақтайтын, өлшемдері белгілі уақыт аралығында өзгеріссіз қабылданатын техникалық құрал немесе техникалық құралдар кешенін айтамыз. Өлшеу диапазоны осы құралдардың сол немесе басқа аспап дайындалатын нормативтік техникалық құжатпен анықталады. Аспаптың әрбір түрі үшін өзінің өлшеу диапазоны орнатылады. Аспаптардың келесі түрлерін ажыратамыз: көрсету, тіркеу, жинақтау, өз әрекетті және салыстыру. Енді біз өлшеу құралдарын қолданған кезде біз дәлдік класы деген ұғыммен таныс боламыз. Дәлдік класы дегеніміз ол рұқсат етілген негізгі және қосымша қателіктердің шектерімен, сондай-ақ оның дәлдігіне әсер ететін өлшеу құралдарының басқа қасиеттерімен анықталатын өлшеу құралдарының жалпыланған сипаттамасы. Одан басқа бізде үлгілік өлшеу құралдарын қолданамыз. Үлгілік өлшеу құралдары дегеніміз ол өлшеу құралдарын тексеруге арналған құралдарды айтамыз. Үлгілік өлшеу құралдары дәлдікке қарай бірінші, екінші және үшінші разрядтарға бөлінеді. Өлшеу құралдарын калибрлеу дегеніміз ол метрологиялық сипаттамалардың нақты мәндерін және мемлекеттік метрологиялық бақылауға және қадағалауға жатпайтын өлшеу құралдарын қолдануға жарамдылығын анықтау және растау мақсатында орындалатын операциялардың жиынтығын айтамыз. Өлшеуіш құралдардың көп жағдайда циферблатта жазылған шкаласы болады. Өлшеу аспабының циферблатында аспап туралы қажетті ақпарат көрсетіледі. Аспаптың түрі,
өлшенетін шаманың бірлігі, дәлдік сыныбы, шкаланы өлшеудің жоғарғы шегі, аспаптың кеңістікте орналасу тәсілі және тағы да басқа ақпараттар. Циферблаты немесе шкаласы жоқ өлшеу құралдары, ол туралы ақпарат аспаптардың корпусын